Сәлеметсіздер ме қыздар? Біздің марафонымызға қош келдіңіздер. Марафонымызда мынандай әдемі чашка тоқитын боламыз. Қараңыздар, көлемді өте әдемі, ішіне конфет салып, дастарханға қойып қойсаңыздар, өте ерекше болып тұрады. Ол үшін бізге жарты моток жіп керек болады. Сонымен қатар, егер де жан-жағын басқа түсті тоқығыларыңыз келсе, тағы басқа бір моток жіпті алсаңыздар болады. Бізде тоқитын қыздардың көбісінде осылайынан кішкентай болып жіптер артылып қалады. Осындай жіптерді түрлі себеттер тоқуға жұмсасаңыздар болады. Сонымен қатар бізге 5-ші және 6-шы номерлі крючок болады. Екеуінің біреуімен ғана тоқысаңыздар да болады. Сонымен қатар қайшы және ине керек болады жіптерін жасыру үшін. Енді тоқуды бастаймыз. Қараңыздар, бұны мен астындағы чашкасын бірге тоқып тастадым. Осылай ыңғайлы сияқты, бөлек тұрғанға қарағанда. Және айта кетейін, қыздар, бұл мені трикотаж жібінен тоқылған бұйымдарды жусаңыздар болады. Егер де кіріліп кететіндей жағдай болса, жуып, кептіріп, алдағы уақытта да қолдана беруге болады. Ең алдымен біз тоқу үшін қарасаңыздар, кәдімгі круглый домалақ болып тоқылған кольцо амигуруми аламыз. Кольцо амигуруми дегеніміз, қараңыздар, жібімізді кішкене созып аламыз. Енді бұл негізі менің қыздарымның көпшілігі уже тоқып білетін қыздар, парақшамдағы. Және марафонға қатысып жатқан қыздардың да көпшілігі тоқып білетін қыздар. Ал тоқып білмейтін қыздар үшін мен қазір қалай алу керектігін, қалай бастау керектігін көрсетемін, қыздар. Қолымызға жіпті теріс бетімен, қараңыздар, теріс бетімен қоямыз және тағы да бір айналдырамыз. Айналдырдық. Одан кейін бірінші жіптің астынан крючокты былай кіргізіп, екінші жібімізді алып шығамыз. Қараңыздар, бірінші петлямызды алдық. Жіптерімізді кішкене созып тоқсаңыздар болады. Енді осы жерге бізде уже бір жаңағы неміз бар. 100 бет без накида тоқимыз. Негізі 6 бет без накида болу керек. Бізде уже біріншісі бар деп есептеледі. Одан кейін екінші 100 бет без накида. Екі жіпті бірге алып тоқытамыз, қыздар. Қараңыздар, екі жіп бірге. Екіншісі, үшіншісі, төртеу және бесеу. Бесеу olma, қараңыздар, оны шатастырмай санау үшін артындағы перемычкаларын санай саламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу болыпты. Енді алтыншысын тоқимыз. Тоқыдық, кольцомызды жабамыз. Мына жіппен тартсаңыздар, кольцомыз жабылып, бұлай домалақтанады. Қараңыздар, ортасында тесігі жабылды. Жіптеріңізді кішкене ұзынырақ қылып шығарып аласыздар. Одан кейін біздің жаңағы ең бірінші тоқыған неміз түрі петлямыз бар. Сол жерге қазір біз осы жерден алатын боламыз. Расколды осы жерге жасаймыз. Ол үшін бізге мына жерге соединение жасау керек. Мына жерде көрініп тұр ғой, мына жерде бізде перемычканың астынан раскол жасалатын жер бар. Сол жерге қазір раскол жасаймыз. Жоғарғы екі петлядан өткізесіздер. Жіпті осы жерден алып шығамыз. Былай алып шықтық. Так, ой, кесіңіздер, мен камераның бер жағынан қарап отырып, жоғары қарап тұрған петлядан аласыздар. Одан кейін осы былайынан алып, бүйтіп шығарып қоясыздар. Сосын бүйтіп өткізіп, мына жерде галочкамыз, ең бірінші тоққан галочкамызды раскол жасап, бері қарай жібімізді алып шығамыз. Сосын жіпті бірге ұстайсыздар. Екі жіпті былайынан тоқимыз. Біреу тоқыдық, бізге дәл осы жерге тағы да екіншісін тоқу керек. Тура осы тоққан жерге. Біз әр қатар сайын алтыға көбейтіп отырамыз. Екіншісін тоқыдық, тура сол жерге. Енді келесі галочкамызды раскол жасаймыз. Қараңыздар, оны раскол жасап жатқандарымызда енді бірінші қатарда онша көрінбеуі мүмкін, себебі бізде тығыз жабылып тұр. Бірақ галочкаларымыз бізде былайынан көрініп тұр. Осы галочканы раскол жасаған кезде жасағанда артындағы перемычканы екі аяғынан тоже раскол жасап шығады. Көріп тұрғандарыңызда перемычкамыз тұр және артында екі аяғы бар. Осылай раскол жасап шығу керек. Біреу. Екеу. Келесі немізді галочкамыз раскол жасаймыз. Артына қарап отырмызда перемычканы раскол жасап шығу керек.
Бағана біздің тоқыған 6 столбик без накидаға әрқайсысына 2 столбик без накидадан тоқып көбейтіп жатырмыз. Сол кезде бізде екінші қатарда 12 столбик без накида болады қыздар. 12 столбик без накида, келесі қатарымызда 18, одан кейінгі қатарымызда 24 столбик без накида тоқығаннан кейін барып керегесін көтереміз. Жаңа тығыздығын әрдайым бірдей қылып не қылыңыздар. Яғни бір жерінде қатты тарты, бір жерінде босық тоқуға болмайды. Ол кезде картиналарыңыздың формасы онша болмай қалады. Яғни қисық немесе қатты тарт тастасаңыздар, кішкентай арасы тесік болып қалады. Қарап отырсаңыздар, бағанан бері бақылап мен әрдайым крючоктағы екі жіптіден бірдей деңгейде ұстаймын. Енді осыны тоқып болғаннан кейін санаңыздар, қанша столбик без накида тоқтыңыздар, иә, 12 болу керек. Жоғары жағындағы петлесін санайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 болды. Әр столбикқа 2 талдан тоқтық. Жібімізді кішкене шығарып аламыз. Егер мына жерден санай алмай жатсаңыздар, артындағы перемычкасына санай салыңыздар. Мынандай артындағы перемычкалары бізде 12 тал болу керек. Былай өткіземіз. Ең бірінші тұрған, міне қараңыздар, бізде қазір раскол жасайтын галочка міне мынау. Осы соединение жасау үшін біз мені жоғары жақта тұрған петлядан астынан өткіземіз крючокты. Жібімізді шығарамыз осы жерден. Былайынан тартып шығарып қойыңыздар. Сосын бірінші тұрған галочкамызға қазір қайтадан біз прибавка жасаймыз. Енді үшінші қатарда біз прибавка, одан кейін одинарный, прибавка, одинарный деп тоқитын боламыз. Яғни бір галочкамызға 2 столбик без накида тоқимыз, одан кейінгі галочкамызға 1 столбик без накида тоқимыз. Солайынан чередовать етіп отырамыз. Төртінші қатарда 2 одинарный, одан кейін прибавка, 2 одинарный, прибавка тоқитын боламыз. Міне қараңыздар, бірінші галочкамызға біз қазір біреуін тоқып алдым. Дәл осы жерге екіншісін тоқимыз. Тым бос тоқып тастамаңыздар. Екеу тоқыдым, одан кейінгі біреу тоқимын. Келесіне екеу тоқимыз. Біреу, тура осы жерге екеу. Одан кейінгі галочкамызға біреу тоқимыз. Раскол жасап отырамыз. Арт жағында қарап отырыңыздар, перемычканы міндетті түрде екіге жарып шығып отыру керек. Біреу, одан кейінгіге екеу тоқимыз. Осылайынан қыздар, екеу, біреу, екеу, біреу. Екеу, келесі галочкамызға былайынан біреу тоқимыз. Осылай айналдырып тоқып келеміз қыздар. Екеу, біреу, ең соңғы бізде немізге галочкамызға одинарныймен тоқылып аяқталу керек. Міне қыздар, дұрыс тоқыған болсаңыздар, онда сіздерде соңында одинарный столбик без накидамен, двойной, одан кейін одинарныймен аяқталу керек. Кішкене шығарып аламыз. Біздің жаңағы раскол жасайтын галочкамыз міне жерде мынау тұр. Біз мынау үстінде тұрған петлямыздан былай крючогымызды кіргіземіз. Шүпімізді екінші жағына қарай алып шығамыз. Былайынан. Сосын перемычканы раскол жасап, ең бірінші столбик без накидаға тоқимыз. Қазір біз 2 одинарный, яғни біз жаңа 2 прибавка жасадық қой, ең алғаш. Сол екеуіне біз қазір одинарный тоқимыз. Одан кейінгі одинарный тоқылғанның үстіне прибавка жасайтын боламыз. Сіздар қараңыздар мен. Прибавка жасалған. Мына галочканың үстіне біреу, екеу тоқылған. Біз осы жерге екеуіне де біреу тоқимыз. Одан кейінгі мына жерде бір галочка ғана тұр ғой, одинарный тоқығанбыз. Осыған прибавка жасаймыз. Яғни двойной, 2 одинарный, потом двойной, 2 одинарный, сосын двойной тоқимыз. Біреу, екеуіне бір талдан. Одинарный бір галочкамызға біз екеу тоқимыз. Екеу. Одан кейін келесі. 2 прибавка жасалған жерге біз 2 одинарный тоқимыз. 2 прибавка тоқылған, одан кейін одинарный. 2 прибавка, одинарный. Яғни осы 2 прибавканың үстіне бір талдан тоқимыз, бір столбик без накидадан тоқимыз да. Мына жерде одинарный тоқылғанымыз тұр ғой, біреу ғана тоқылған прибавкасы. Осыған екеу тоқимыз. Біреу және екеу. Осылайша толық кругты тоқып шығамыз қыздар. Мен барлығын көрсетпей қояйын, қатты видео созылып кетеді. Енді келесі, екеу тоқылған екен осы жерге. Біреу, одан кейін екеу, біреу, екеу, біреу, екеу. Солай толық айналдырып тоқып шығамыз қыздар. Мен тоқып болдық. Егер дұрыс тоқыған болсаңыздар бұл қатарды, соңында 2 мынандай прибавка. 2 столбик без накида, 1 галочка тоқығанмен аяқталу керек. Енді бізде осымен неміз 4 қатармен
түбі аяқталады. Біздің түбіміз, одан кейін жоғары қарай тоқып бастаймыз. Мына жерден мына жіпті кішкене ұзынырақ шығарасыздар, қыздар, қараңыздар аяқталуын. Ұзынырақ шығарып аласыздар. Тағы да қысқа болып тұр, тағы да ұзынырақ. Яғни былай бір айналып өтетіндей ұзынырақ алу керексіздер. Мынадан сиятын сияқты. Жоғары жақта тұрған петля, яғни бірінші столбик без накида, соның жоғары жағында, содан тоқылған петлямызға күшеуімізден шыптап шығамыз. Ұзын болды. Енді осынан қазір біз алып шықтық, осынан бүйтіп айналдырамыз. Қайтадан көрсетейін. Шығардыңыздар ғой, ұзынырақ қылып алдыңыздар, одан кейін бүйтіп аны өткіземіз тоқығанымызды. Сосын бүйтіп жайлап, енді шипамызды бүйтіп тартып аламыз. Жинаймыз, яғни. Осылайша қараңыздар, осылайынан тартып, оппа, бүйтіп жинап қоямыз. Болды, ары қарай қатты тартып тастаудың керегі жоқ. Сол кезде асты жағынан қарағанда бір жаңа петля сияқты болып тұрады. Осылайынан жинайсыздар. Бірден осы кезде мынаны үстінен бастырып үтіктеп тастасаңыздар болады, қыздар. Егер де кішкене жаңағыдай майысып жиырып тұрған болса, онда үстінен мата төсеп, жақсылап бумен, үтіктің буымен үтіктеп аласыздар. Сосын ортасындағы тесігін жауып тастаймыз. Кейін тоқып кеткеннен кейін қиындау болады. Инемізге кіргізіп аламыз. Мына петля арт жағындағы ең бірінші тоқылған бізде тоқылған 6 столбигіміз бар ғой, солардан өткіземіз, бәрінің астынан айналдырып бір өткізіп аламыз. Ақырындап абайлап тартыңыздар, қыздар, жіптеріңіз үзіліп кетпесін қатты тартқаннан. Егер де тартқан кезде жабылмай жатқан болса, онда қазір көрсетемін. Қалай жабатынымызды. Қараңыздар, негізі осылайынан домалақтап алып тартқан кезде бұл жабылып қалу керек. Егер де сіздерде жабылмай жатса, ортасына тесік үлкен болып кеткен болса, онда осы ортасынан бүйтіп шығарасыздар. Сосын үстінен қайтадан жұлдыздардың үстіне тоқып не қыласыздар. Міне былайынан шығарасыздар да, мысалы мына жерге кіргізіп деген сияқты өстіп қайта бірнеше рет осылайынан. Тағы да қайтадан шығарасыздар да, одан кейін мына жаққа қарай солайша мына жердегі ортасындағы тесік жабылады. Немесе мына не жақтан шығарсаңыздар болады. Былайынан шығарып, оппа. Одан кейін ортасына қарай кіргізіп. Егер де тесігі бітелмей жатқан болса, осылайынан істеп ортасындағы тесігін бітесеңіздер болады, ол қатты білінбейді. Енді жібімізді тағы бір жүргізіп өтейік та. Қия саламыз. Бұл жіптеріміз шығып, босап кетпейді, қыздар. Енді керегесін тоқып көтереміз. Қараңыздар, бізде керегесінде 1, 2, 3, 4-ші қатардан бізде міне уже прибавка басталған екен. 1, 2, 3 қатар тоқимыз. Одан кейін 4-ші қатарда біз не көрдіңіздер ғой, бір одинарныйға 2 прибавка тоқылған. Егер де ол кішкене қысқалау десеңіздер, мына жерге 4-те тоқысаңыздар болады. 4 қатар тоқып, одан кейін барып прибавка жасап бастасаңыздар, Қазір тоқып келе жатқан кезде мен сіздерге айтамын. Қараңыздар, менше 1, 2, 3 тоқылған. Ешқандай прибавкасыз, ештеңкесіз, яғни айналдырып тоқимыз. Ол үшін қараңыздар, бізге мынау несінен перемычкамыз бар ғой, осы перемычкасынан тоқисыздар. Біреу перемычкадан ғана тоқимыз. Столбик без накида айналдырып тоқып шығасыздар. Осылайынан столбик без накида тоқимыз. Ешқандай прибавка, ештеңе жасамайсыздар. Осылай айналдырып тоқып шығамыз. Столбик без накидаларды мен артындағы перемычкаларынан тоқып жатырмыз, қыздар. Жіптеріңіз оң әдемі шыққанын қадағалап отырыңыздар. Яғни ол керегесінде көрініп тұрады. Жаңа астында донышкасында онша мән бермесек, ал керегесінде міндетті түрде қалай тоқылып жатқанына қарап отырыңыздар.
жіп әрдайым оң шығу үшін саусақтарыңызда жіп былайынан теріс бетімен жоғары қарап жату керек қыздар. Осыны мен сөз бүйтіп іліп ала саласыздар, алып шыққан кезде оң бетімен шығады. Сосын жіпті іліп аласыздар да. Крючоктағы жіппен алып шығып жатқан жұмыс жіптеріңіз екеуі бірдей деңгейде тұру керек. Яғни столбик без накидаларыңыз барлығы бірдей размерде шығу үшін. Былайынан бірдей деңгейде тұрады. Осылай тоқисыздар. Істеген қас көтеріліс. Осылай толық айналдырып тоқып шығамыз.